Арыстанбек Мұхамедиұлының сот жүрі жалғасуда. Қайрат Сатыбалдының кезекті тоқалы пәтерінен айырылды. Қуандық Бишімбаевты ақтаушылар кімдер? Имам балаларды аяусыз соққыға жыққан. 415 миллион теңге жымқырған мектеп бухгалтері сотталды. Ал Астана тұрғыны подъезде заңсыз әрекет жасап жатқан жерінен ұсталды. Владимир Путин Ким Чен Ынға көлік сыйлады. Сәлем достар, бұл білгендері және мен Эльвира Иванова. Осы және өзгеде жаңалық алда, әдеттегідей каналымызға тіркеліп, мына видеоға лайк басып, пікір жазып отыруды ұмытпаймыз. Ал біз бастайық. Астанада ұлттық музейдің бұрынғы директоры, мәдениет және спорт экс-министрі Арыстанбек Мұхамедиұлына қатысты кезекті сот процесі өтіп жатыр. Прокурор Мұхамедиұлына 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрапты. Мемлекеттік айыптаушы Олжас Хайруллаев Мұхамедиұлын қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша кінәлі деп танылсын деді. Олардың ішінде қылмысты ұйымдастыру, сеніп тапсырылған бөтеннің мүлкін аса ірі мөлшерде иемдену немесе ысырап ету, ауыр зардаптарға әкеп соққан лауазымдық өкілеттіліктерді теріс пайдалану, қылмысқа оқталу және рейдерлік әрекеттер бар. Тағда мақтанышпен айтам, бәрі отыр, бірде біреусі, бірде дәлел жоқ. Шенеуніктен басқа 6 адам жауапқа тартылып жатыр. Айта кетейік, бұған дейін сот үкімімен Арыстанбек Мұхамедиұлы аса ірі мөлшерде пара беруге оқталған үшін кінәлі деп танылып, 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Арыстаннан айбар кеткен заман деген осы. Кезінде Ковент Гарденнен әртіс алдырдық деп елбасына есеп берген экс-министр өзінің шенеуніктік уақытын ақша мәдениетке емес, ақша істеуге жұмсағаны өкінішті. Мәдениеттен жұрдай деген осы. Ковент Гарден Великобританияның театрын шақырып жатырмыз. Кімді шақырып жатыр? Великобританиядан Ковент Гарден. Жабылуына сіз өзіңіз кездескен Ласкалы театры. Оны көрейін деп кеп отырған жоқ. Қазақстанның өнер адамдарын көрсет. Ешкімді шақырудың қажет жоқ. Қайрат Сатыбалдының кезекті тоқалы пәтерінен айырылыпты. Қап. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туыстарына ғана емес, олардың төңірегіндегі адамдарға да тықыр таяғаны байқалады. Мәскеудегі Золотые ключи атты элиталық тұрғын үй кешеніндегі номер 25-ші пәтер 272 шаршы метр болса, бағасы 1 миллиард теңге. Соңғы уақытқа дейін бұл пәтер Қайрат Сатыбалдының бейресми әйеліне тиесілі болып келіпті. Оның аты жөні Марселла Нұрсұлтан, қалмақ жерінің тумасы. Нұрсұлтан деген тегінен бөлек Александрова және Мартиросян деген басқа екі тегі болған көрінеді. Марселланың Қайрат Сатыбалдының көп тоқалының бірі екені бұрыннан айтылып жүр. Сатыбалды оқшаулау орнына қамалып, сот үкімін күтіп жатқан кезде жақындарымен бейне қоңырау арқылы сөйлескен сәті әлеуметтік желілерде тараған. Самат, как ты? Ничего, альхамдулилlah, хуя шкур. Амалы делают. Амалы делают. Да, если получится, зайду, конечно. Бейне жазбадағы сол жақындарының арасында Марселла да болған. Ресейдің астанасы Мәскеудегі ең қымбат тұрғын үйлердің бірінен пәтер сатып алуға бұрын шаштараз болып істеген Марселланың шамасы келмейтіні анық. Ол Реалдың ойыншысы Марселла емес қой, қайткенде де. Тоқалдың жалақысы небәрі 50 мың рубль. Теңгеге шаққанда 240 мың теңге болған. Бұған дейін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметі Сатыбалдыдан құны 650 миллиард теңге болатын мүлікті тәркілегені туралы есеп берген еді. Қайрат көрсетіп алған талай ресурстарын Назарбаевтың туыстары әлі де қайтаратын болар. Сатыбалды деп фамилиясы айтпақшы, енді сатып алатын ештеңе қалмады, тек өз ар-ұятынан бостандығын сатып алу ғана болмаса.
Әйелі Салтанат Нүкенованы қатыгездікпен өлтірді деп күдікке ілінген бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев өзін кінәлі деп есептемейді. Бұл туралы Эльмедиа YouTube арнасында журналист Гүлжан Ерғалиеваға берген сұхбатында Бишімбаевтың адвокаты мәлімдеді. Адвокаттардың айтуынша, Салтанат субдуральды гематомадан қайтыс болған, ал ерлі-зайыптылар арасында төбелес болған жоқ. Бұл жазатайым оқиға себебі олардың некелері пәк махаббаттан құралған. Қуандық Салтанаттың көз жұмғанына қайғырат дейді адвокаттары. И он говорит, это несчастный случай. Он до сих пор не верит, что Салтанат умерла. Он до сих пор скорбит, он до сих пор плачет. Бірқатар Әбенова мен Ерғалиева секілді қоғам белсенділері, танымал блогерлер Бишімбаевтың ақтау процесіне кіріскен тәрізді. Нүкенованы ішкіш, сондықтан алкоголь әсерінен қайтыс болған деп шыққан жазғыштардың ішінде әйелдердің көп екені де таңғалдырады. Бөріктінің намысы бір демеуші ме еді? Дегенмен ақшаның буырғанда бұл жерде ең циник және ауыр нәрсе қайтыс болған адамның өмірі кезінде дені сау, сұлу, мәдениетті болғанын біле тұра, кейін ішкіш болған деп жазып жатқандар. Олардың күні келгенде де олар осындай болған деп жазатын біреулер табылар. Осыған күйінген Салтанат Нүкенованың ағасы қайғылы оқиға орын алған мейрамханадағы бақылау камераларына түскен кадрларды жариялады. Қарындасының өлімін егжей-тегжейлі зерттеп жүрген Айтбек Амангелді мұны Бишімбаевтың адвокаттарының мәлімдемесіне жауап ретінде шығарғанын айтады. Ол өзінің бұл видеоны желіге ешқашан салғысы келмегенін, алайда Бишімбаевтың заңгерлері басқа амал қалдырмағанын айтады. Айтуынша видео сол мекемедегі бейнебақылау камераларына түсірілген. Бейнежазбадан ер адамның әйелді ұрып жерге құлатып, жұдырықпен соғып тепкенін байқауға болады. Медициналық сараптаманың қорытындысы бар. Сарапшылар оның басынан кем дегенде 13 рет соққы алғанын анықтады деп жазады Нүкенованың ағасы. Біздің қоғамда өзі әйелдің ары мен денсаулығы қорғалған ба? Көрінген байшыкеш білгенін істеп, кейін қымбат адвокаттар мен блогерлер арқылы құтылып кете бере ме? Қашан ел боламыз? Басқа дамыған елде бұл резонанстық оқиға айыпталушыны тырп еткізбес еді. Ал бізді ескі Қазақстанның елесі кезіп жүр. Не шықса да Шымкенттен шығады деген. Сарыағаш қаласындағы дінтану сабағынан беретін мұғалімнің үстінен арыз түскен. Ол өз пәтерінде жеке сабақтар өткізіп келген. Алайда діни сипатта білім берген ер адам Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен білім басқармасынан ешқандай рұқсат алмаған. 39 жастағы діни ұстаз жұмысы үшін әр ата-анадан айына 20 мың теңгеден алып отырыпты. Ал ондағы 19 бала антисанитарлық жағдайда өмір сүрген. Тіпті оларға дұрыс оқымағаны үшін қол көтеретіні де көрінеді. Зардап шеккен балалардың бірі меңгермеген тақырыбы үшін бірнеше апта бойы үздіксіз соққыға жығылғанын айтып шағымданған. Денесінде қатты соққының белгілері де бар. Қазір сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Нешек тұрыс болар? Ұрып оқтас болсам да? Кей кезде ашулар кетіп қалды. Қайерлерін ұрдыңыз, немен ұрдыңыз? Құйрығынан. Құйрық жағына ғой. Немен ұрдыңыз, қолмен ба? Жоқ, шықпен. Орта ғасырларға қайтып келген деген осы. Баяғы заманда қазақ жерінде молдаға баланы тапсырып жатып, еті сенікі, сүйегі менікі дейтін. Бұл формальды ұрып соғуға рұқсат деген еді. Мектеп жоқ, ермек аз замандар болатын. Ал қазіргі заманда бөтен еркектің тар пәтеріне балаңды тапсыруға не себеп? Астарлы ақиқат секілді Түркістан облысының оқиғаларымен сусындатуды жалғастырайық. Сарыағаштық полицейлер мешіттегі кілемдерді қолды қылған күдіктіні тапты. Жедел іздестіру іс-шаралары кезінде Сарыағаш аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері мешітте ұрлық жасады деген күдікпен 51 жастағы жергілікті тұрғынды анықтады. Полицейлердің мәліметінше күдікке ілінген әйел түнгі сағат 1 шамасында мешіттердің біріне барып, төсеулі тұрған 2 кілемді ұрлап кеткен. Тәртіп сақшылары ұрланған айғақ заттарды тәркіледі.
Қазір олар әйелдің осыған ұқсас қылмыстарға қатысының бар жоғын тексеріп жатыр. Азаматшаға тәубеге келуді тілейміз, дегенмен талғамы жоғары екенін мойындау қажет. Айыптау процесін қылмыстық және азаматтық кодекс шеңберінде орындайды деп сенеміз. Әйтпесе қасиетті жерден ұрлады деп, оңтүстіктегі радикал еркектер ашулы жазасын беріп кетпесін. Қазір әйел жазалау трендте дейді ғой. Ал Қарағанды облысының прокуратурасы тексеріс барысында білім алушылардың деструктивті ақпаратқа ашық қол жеткізу фактілерін анықтады. Оқушылар барлық сайттарға қол жеткізе отырып, әртүрлі сипаттағы ақпарат алған. Мысалы, Шахтинск қаласының оқушылары порнографиялық сипаттағы ақпаратпен есірткі сататын жерлерді іздеу үшін браузерлерді еркін пайдаланған. Балқаш қаласында балалар ЧВК редан мүшесі болу үшін тестіден өткен. Бұл ұйым агрессивті жастар тобы саналады және қоғамдық қауіп төндіреді. Заң бұзушылықтар облыстың барлық мектебінде анықталды деп хабарлады Қарағанды прокуратурасының баспасөз қызметі. Прокурорлық қадағалау актілері енгізіліп, кінәлі адамдар жауапқа тартылды. Білім алушылардың теріс сайттарға кіруін шектеу жұмыстары жүргізілді. Бұның ішінде әрине есірткі мен ЧВК қауіптірек, ал жыныстық сауаттылық өз уақытымен болғаны дұрыс. Дегенмен жалпы туындайтын сауал: біз балаларымызды дұрыс қадағалап жүрміз бе? Бала тәрбиесі дегеннен осындай қылмыстар шығады. Астана тұрғыны өз үйінің подъезінен ұсталды. Ол есірткі таратқан деген күдікке ілінді. 20 жастағы тұрғыннан 21 қаптама есірткі табылды. Ал оның пәтерін тінту кезінде полицейлер 5 қап галлюциногенді саңырауқұлақ, 20 қаптама марихуана және қаптау материалдарын тапты. Жігіт оларды сатпақ болған. Аталған факт бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Балалар, естеріңізде болсын, наша қоғам дерті. Оны тек сөз жұмбақта ғана қолдану керек. Мектептен 415 миллион теңге табу мүмкін бе? Иә, егер сен арам бухгалтер болсаң. Ақтөбеде мектеп қаржысын құмар ойынға салған бухгалтер 7 жылға сотталды. Номер 55-ші орта мектепке құмар ойынға тәуелділігі бар ер адамның бухгалтер болып жұмысқа қабылданғаны белгілі болды. 29 жастағы азамат мектеп мұғалімдерінің айлығы мен керек жарағына бөлінген ақшадан 6-7 жыл бойы өзіне алып отырған. Әріптестері оның лудаман екенінен бейхабар болды. Есепші заңсыз иемденген 400 миллион теңге ақшаны құмар ойынға салып жіберген. Сот үкімімен есепші айыпты деп танылып, қылмыстық кодекстің сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу бабы бойынша 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол шығынды өтеуі тиіс, әрі 10 жыл бойы ендігіде қаржыға байланысты жауапты қызметте жұмыс істей алмайды. Но я заболел лудоманией, я не смог сдержать азарт и стал делать противозаконные действия. Мама, не верьте никому, кто говорит, что ваш сын отбирал деньги у детей и учителей. Осыған орай менде сұрақтар бар. Директор қайда қараған? Есепші жалғыз болған ба? Жалғыз адам қалай 400 миллионды қолды қылады? Осындай энтузиазм мен пысықтықты басқа бағытқа жұмсағанда ғой. Ресей президенті Владимир Путин Солтүстік Корея президенті Ким Чен Ынға көлік сыйлады. Көліктің маркасы мен үлгісі аталмады. KCNA арнасы хабарлағандай, Ким Чен Ынның сыйлығын 18 ақпан күні Кореяның жұмысшылар партиясы орталық комитеті бөлім меңгерушісінің орынбасары әпкесі Ким Йо Джон мен ұйым хатшысы Пак Чон Чхон қабылдап алды. Ким Йо Джон бұл сыйлық екі ел арасындағы ерекше достықтың белгісі екенін атап өтті және Путинге өз алғысын айтты. Балықшы балықшыны алыстан таниды деген осы. Басқа елдермен қатынасы аз екі ел басшысы осылай өзара байланысып қояды.
мүмкін аурус машинасын берген болар. Ресей президенті былтыр Ким Чен Ынға шығыс ғарыш айлағына келгенде аурус көлігін көрсеткен болатын. Ким Чен Ын көліктің артқы жолаушы орындығына отырып, іші мен сыртын тексерген. Білгендерін істеп жатыр демекші, өз еліне өлік сыйлайтын лидерлер бір-біріне көлік сыйлап жүр. Өз елінің әлеуметтік ахуалын қатырып қойғандай. Бұл білген дұрыс жаңалықтардың кезекті саны болды. Бізді қолдау үшін әдеттегідей каналымызға жазылып, мына видеоға лайк басып, комментарий қалдыруды және таратуды ұмытпаймыз.